Сәлеметсіздер ме? Алматы кітап баспасы 8-ші сынып кірістірілген циклдерді ұйымдастыру тақырыбын қарастырамыз. Кірістірілген цикл дегеніміз екі циклдің қатар ұйымдастырылуы. Осы тақырыпта оқулықта бірінші тапсырма берілген. Бірінші тапсырманы талдайтын болсақ, кірістірілген циклдер көмегімен деректерді n тең 5 жағдайы үшін тіктөртбұрыш түрінде экранға шығар дейді. Енді бізде тіктөртбұрыш түрінде қалай шығарамыз? Бірінші соған тоқталайық. Мен мына жерде программада ішкі және сыртқы циклдерді жазып қойдым. Бұл жерде I деп отырғаным сыртқы цикл, ал J деп отырғаным ішкі цикл. Енді мына жерде бірінші сыртқы цикл орындалады, содан кейін ішкі цикл орындалады, содан кейін бір қатар шыққаннан кейін осыны мен принт арқылы астына түсіруім керек. Яғни ол үшін мен осы принтті жазып қойдым. Демек, екінші жол осы принт арқылы жазылады, түседі астына, содан кейін барып келесі цикл қайта басталады. Дәл солай екінші қатар бітеді, дәл солай үшінші, дәл осылай 5-ке дейін цикл жүреді. Сонда бізде мынадай матрица түріндегі орындалды. Яғни 5-ке дейін орындалып тұр. Және матрица түрінде 0,0 мәндерін экранға шығарып тұр. Енді кірістірілген циклде сыртқы және ішкі циклдер I және J қалай жұмыс жасайтынын түсіндірейін. Ол үшін мұнда мен n-тің қасына арасын ашып қойдық қой, бұл жерде арасын ашылып тұру үшін сол жерге тап қосамын. Тапты қосам. Бұл менде арасын ашып береді. Сол кезде I және J шығады. I және J шығады. Енді көрейік. Міне, экранға шығып тұр енді. Және бос орындар қалдырып тұр, араларына. Мына тапты қосқаннан кейін. Бірінші қатарға қарайық. Енді бірінші қатарға қарайтын болсақ, мына жерде тұрған 1 деп отырғаным бұл сыртқы цикл. Ал қасындағы 1 ол ішкі цикл. Демек, бірінші жолға қарайтын болсақ, бірінші сыртқы циклдің барлығы 1-ден басталып тұр. Бірінші сыртқы цикл орындалған кезде, оның қасындағы 1, 2, 3 дегендер, олардың барлығы сыртқы циклдер, ішкі циклдер. Демек, бірінші ретте сыртқы цикл орындалған кезде, бірінші жолда, ол кезде ішкі цикл толығымен орындалып кетіп тұр. Келесі екінші қатарға көшкен кезде, мына принт арқылы екінші қатарға көшкен кезде, онда ол екінші сыртқы цикл орындалып бастады. Ол кезде де ішкі цикл өзінің қадамдарын орындап тастады. Ішкі цикл ол кезде де орындалып тастады. Демек, сыртқы цикл элементтері әрбір жолды анықтайды. Яғни ол I. Екінші қатарда J-дің мәні әр жолда өзгеріп отыр. Мысалы, 1, 2, 3, 4, 5 деп. Енді міне осы принципке сүйеніп, бірінші тапсырманы орындайық. Менде бірінші тапсырмада барлық жерде 1 шығу керек. Тек қана ортасында 0 тұру керек. Енді бірінші өңкей бірлерді шығарып алайық. Ол үшін мен мына жерде программадан J-дің орнына жай ғана 1-ді сала қойсам болады. Енді өңкей 1 шығу керек қазір. Міне шықты. Енді тапсырма бойынша менде мына жерде 0 тұру керек. 1-дің орнында. Ол менде мынау.
манағы принцип бойынша 3-3 мынау. 3-3 деп отырғаным, бұл бірінші үшім тұрған, ол сыртқы цикл I, ал келесі 3 ол ішкі цикл J. Демек, I мен J тең. Олай болса, программаға өзгеріс енгізе қоямыз. Мына жерде 3-3 болу үшін бізге онда шарт керек болады мына жерде. Егер I тең 3-ке болса, және J тең 3-ке болса, онда бізде print 0 тұру керек. 0 тұру керек. Әйтпесе, бұл шарт орындалмаған жағдайда, қалған жерлеріне біз 1-ді толтырамыз. Бізде екінші тапсырманың, бірінші тапсырманың біріншісі орындалды. Келесі екінші тапсырмаға көшейік. Бізде екінші тапсырмада бірінші қатарда өңкей 1 тұру керек, екінші жолда 0 тұру керек, үшінші жолда 1 тұру керек, төртінші жолда 0, бесінші жолда 1 тұру керек. Бұл жерде қарап тұратын болсақ, бірінші, үшінші және бесінші жолдарда 1 деген сандар тұру керек, яғни тақ саны бар жолдар. Демек, тақ болса 1 тұру керек, ал сәйкесінше екінші және төртінші жолдарда, яғни жұп жолдарда 0 деген сан тұру керек. Олай болатын болса, біз программаның шартын өзгерте қоямыз қайтадан. Мына жердегі шартты өзгерте қоямыз. Егер I аралық мәндерді қабылдаса, онда бізде print 1-ді шығару керек. Әйтпесе, 0-ді шығару керек деп беріп көрейік. Міне бізде екінші тапсырмасы орындалды. Келесі үшінші тапсырманы қарайық. Үшінші тапсырмада бізде бірінші жолда 1, екіншіде 2, үште 3, төртте 4, бесте 5 деген сандар тұру керек. Олай болса, яғни бұны шартсыз орындауға да болады. Бұны шартсыз орындауға болады. Өйткені мына жерде шартты кетіріп тастап, жай ғана принттің орнына өңкей ішкі циклды шығаратын болсам, сыртқы циклды, яғни I-ды шығаратын болсам, менде орындалу керек. Қазір көрейік. Міне менде бірінші тапсырманың үшінші тапсырмасы осылай орындалды. Яғни өңкей сыртқы циклды қоятын болсақ, бізде осылай орындалады. Мана бізде мен сіздерге айтып өткенмін, сыртқы цикл деп отырғаным міне мыналар. Сыртқы циклдер. Яғни келесі төртінші тапсырмасына келетін болсақ, бізде диагоналда 1 тұр, басқа жерлердің барлығында 0 тұр. Бізде диагоналда 0 тұратын болса, демек диагоналдың өзінің шығаратын шартын жазамыз. Мына жерде бізге шарт керек болады. Егер I тең болады, I тең J болса, I мен J тең болса, онда бізде шығару керек 1-ді. Ал бұл шарт орындалмаған жағдайда 0-ді шығару керек.
көрейік, бізде диагоналда өңкей 1 шығу керек. Міне бізде диагоналымызда 1 шығып тұр. Бірінші тапсырманың 4-шісі орындалды. Келесі 5-шісіне барайық. 5-шісінде керісінше диагонал, бұл кері диагонал деп аталады. Оның өзінің шарты бар. Мысалы қарайтын болсақ, мана мен сіздерге мына нені принципті көрсеткен болатынмын. Менде кері диагонал деп отырғаным не мыналар? 1 мен 4, 1 мен 5, 2 мен 4, 3 пен 3, 4 пен 2 және 5 пен 1. Бұл қандай да бір заңдылықты орындалып тұр. Яғни, бұның заңдылығы орындап тұрған. И қосылған J-ді орындап тұр. И қосылған J-ді орындап тұр. Мәні, яғни, бұл бізде 6-ға тең. Бұл біздің жағдайда n плюс 1-ді беріп тұр. n плюс 1-ді беріп тұр. Демек, мен шартты осылай алсам болады. Яғни, қарап отырсақ, барлық кері диагонал бізде 6-ға тең болып тұр. Ол біздің жағдайда n плюс 1-ді беріп тұр. Олай болатын болса, шартымды өзгерте қоямын. Мен мына жерде шартты I қосылған J тең n қосылған 1 деп шартымды беремін. Сол кезде маған 1 мәнін шығару керек, әйтпесе 0 мәні. Қалғаны осылай тұра береді. Енді менде кері диагонал шығу керек. Міне менде кері диагонал 1 дейтін сандарға толықты.